Кешіріңіз, мені ауыстыра аласыз ба? Шұғыл кетуім керек. Үйде бір жағдайлар шығып қалды. Бүгін пайдам тимейтін сияқты. Әрине, Аружан. Шашап тұрғаны көрініп тұр. Бара бер, әрі қарай өзім істей берем. Иә, Аружан. Сендерге барсам бола ма, өтініш? Иә, әрине, келе бер. Шеф, Дастан мүлде қыбыр етпейді. Тапсырысты орындады, бітті, үн жоқ. Онда бір шикілік бар. Қош. Бізге оны асыққаны қажет те жоқ. Кек қайтарғың келсе, салқынғанды болу керек. Ол бұғып қалуға болады деп ойлайды ғой. Тағы күтеміз. Иә. Егер із кесушілер өкшелеп жүрмесе, тергеуші Хабарласты ма? әзірге жоқ. Шара қолдансам көдіге сейілетін шығар. Жақсы. Оның үстіне бейне жазбаны жібергеніміз дұрыс болды. Есепке қоса саламыз. Алаңдаудың қажет жоқ. Ал органдарға не керек? Тыныш отырсақ болғаны. Мен әзірге процесті тездетпеймін. Тергеуші бәрін өзім бақылап жүрмін деп ойлаған дұрыс. Ербол, сенің білуге... Аружан, бәрі дұрыс ба? Кел, отыра ғой. Мынау... сол қыз ғой. Аружан, сол қыз деген қай қыз? Дастанның үйінде есікті ашқан осы қыз. Мен Дастанның қызымын деген. Тоқтай тұр. Мына қыз Майя. Азамат осыны құтқару үшін ақша төлеген, анау балаклава киген біреуге. Демек, балаклава киген Дастан болып тұр. Видео өте сапалы тазартылған. Соңғы 2 аптаға қатыстының бәрі өңделген. Бірақ, мына жерде... Қараңызшы, мұнда бір қызық бар. Мына видео мұнда кездейсоқ түскен сияқты. Көңіл бөлетін ештеңе жоқ болып көрінеді. Кәдімгі жұмыс күні. Иә, бір қарағанда көңіл бөлетін ештеңе жоқ сияқты. Жомарттың көмекшісі жүр. Мынау тағы да сол. Қазір... Иә... Тек... Үлкен файл дәл 2 сағат аралығында жоқ болып кетті. Не себепті? Қарап тұрсан, осы кезең бізді мүлдем қызықтырмайды. Қарапайым кеңседегі іс-әрекетті өшірудің қажеті қанша? Иә, демек бұны біреу әдейі істеген. Артқа айналдыршы, қай күн? Қазір 25 маусым. Міне. Тоқта. Ерлі зайыптыларға шабуыл жасалған күн. Тағы бір рет қойшы. Киімі де басқа. Бір күнге жұмысқа бір киіммен барады. Сол күні киім ауыстырып үлгерген бе? Әлде үйіне барып келді ме? Жарайсың. Көмекшісі бір киіммен кірді. Сосын басқа киіммен кірді. Осыны маған көшіріп берші. Бірақ ешкімге білдірмеу керек. Бәрі анықталғанша сенде болсын. Түсінікті. Саян жігітті Дастан пәтерінің есігін ашып, өзін Дастанның қызым деп таныстырды. Бір күн бұрын маска киген біреумен Азаматтың ақша бопсалаған. Сонда балаклава киген Дастан болып тұр ма? Сонда завод, Маяның ұсынысы да екеуінің жоспарлары болуы мүмкін. Әбден мүмкін. Бұл бір. Ал егер Сая әлі соның қолында болса ше? Саяны қамап ұстап отыр, олар да мүмкін. Бұны полицияға хабарлау керек. Дастан таптық. Енді пәтерге кіріш үшін тағы бір талпыныс жасау керек. Дұрыс айтасың. Қандай ұсынысың бар? Әкеме хабарласам. Ол не істеу керегін айтады. Сонда бұның барлығы бір-біріне байланысты. Келісімнің артында тұрған кім екенін біз білеміз. Бірақ Дастан мен Жомарт көкем не байланыстырады? Бәрібір бір байланысы бар. Онда да мұнда да жылжымайтын мүлік. Сезіктенуге аздау әрине.
ары ойлап бері ойлап бір шешімге келдім. Тездеткен жөн. Азаматтың ұсынысын қарастырған дұрыс. Мен де солай ойлаймын. Бәрі таза екен, қалай тексеруге болады? Бастамайынша тәуекел етпейміз. Сезіктеніп жүре береміз. Сосын азаматтан құжаттарды алған соң көреміз. Түсінбедім. Маған үйге қайту керек. Бармайсың. Мен бәрін естідім. Екеуің не жоспарлап жүрсіңдер? Біздің досымыз Азамат туралы айттыңдар ма? Нелерің бар ода? Келіп саған неше рет айтамын мен? Жұмысың болмасын. Түсіндің бе? Нағыз проблема болуы мүмкін. Болмайды ешқандай проблема. Жай уақытша қиындық депсің. Құры бараны. Құры деймін. Әке, мен Дастанның заводта құлық сұмдыққа ғана емес, Саян ұрлауға қатысы барына сенімдімін. Олар Саяға не істеуі мүмкін? Қалай тексереміз? Тінту жасауға, ордер алуға әлі нақты дәлел жоқ. Бірақ бір нәрсе істеуге болады. Мен оның жүріп тұрғаны мен қаржылық операцияларын тексеріп аламын. Шот пен телефон анықтамаларын сұратуға болады. Әлеп аларлық бір нәрсе тапсақ, соның өзі жеткілікті болады. Бұл да үлкен көмек, әке. Рахмет сізге. Бірақ қанша уақыт кетеді? Сая соларда болсашы. Бұл жағы әзірге қиынырақ, бірақ бір нәрсе істеуге болады. Олар тығылып қалмай тұрғанда үлгеру керек. Аружан, Алмас керемет жігіт. Алмаспен жолым болған, қолынан келеді. Саянды табамыз. Мен оған сендім. Иә. Қазір оның мен үшін не істеп жүргенін көріп жүрмін. Бірақ кейде ойнап кетеме деп қатты қорқам. Адам өзгеруі мүмкін. Мүмкіндік беру керек. Рахмет, Ербол. Маған осы сөздер қазір ауадай қажет еді. Мен шатасып кеттім. Ербол, негізі кеше саған ол үшін келген жоқ едім. Суретті көрген кезде бәрі шыр айналып кетті. Қасыңда Азамат та болды ғой, оны да шошытып алғым келген жоқ. Бірақ білгенің дұрыс. Нені? Кеше дәрігерлерден жансақтау бөліміне көп қарыз екендеріңді естідім. Егер уақытылы төлемесе, бұл жағдай шексіз жалғаса бермейді дейді. Қарыз? Жомарт көке, бәрін төлемеп еді. Миллион теңгеден асып кетті дейді. Күн сайын қарыз өсіп жатыр. Ербол, тезірек қимылдамасақ болмайды. Қош келдіңіз. Ойы, көргеніме қуаныштымын. Қош келіңіз, отырыңыз. Ескі досыммен ақылдасайын деп едім. Баяғы әскерден қалған әдет дейсіз ғой. Басқармамыз қазір бір істі тергеп жатыр. Міне, қараш, ана кісіні. Жылжымайтын мүлік саласындағы алаяқтық жөнінде тексеріп жатырмыз. Рас па? Бізде кісі өлтіру, қастандық жасау, тонау туралы іс бар. Мына жігітті күдіктілердің арасында көрген сияқтымын. Егер солай болса, онда бұл жай ғана сауда емес, тұтас бір желі, қылмыс тобы деген сөз. Әзірге ештеңе анықталған жоқ. Бірақ өзара байланысы бар сияқты. Мен өтініштер дайындап қойдым. Көп ұзамай бәрі түсінікті болады. Жақсы, олай болса бірге жұмыс істейміз. Жақсы, сау болсын. Полиция, ашыңыз.
Қайырлы күн. Учаскелік полиция, капитан Исаев. Қуаныштың. Не болды? Айта беріңіздер. Көршілеріңізден шағым түсті. Көп шулайды дейді. Құжаттарыңызды тексеруіңіз керек. Үйдің иесі сіз бе? Кіріңіздер. Әрине, біз қараймыз. Үйдің иесі мен. Жалғыз тұрам. Бірақ не шу? Мүмкін жоғарыдан шығар. Ол жақта пәтер тәулік бойы жалға беріледі. Шағымданған әжелеріміз қателесу мүмкін. Жалға беріледі дейсіз бе? Қай пәтер жалға беріледі? Дәл төбеміздегі. Мен шағымданбаймын. Жалғыз тұрам. Енді неше түрлі адам келеді оларға. Өздеріңізді түсініп тұрсыздар ғой. Түсінеміз. Бірақ кеше, бүгін бөтен адамдар болмады ма? Шынымен жалғыз тұрасыз ба? Жалғыз тұрам. Байқалмаймын не? Жақсы, тексердік. Жақсы. Дегенмен де келесіде көршілеріңізді мазаламауға тырысыңыз. Жоғары көтерейік. Міндетті түрде. Кеттік. Кешеде келіп кеткен сіздің әріптестеріңіз. Бір қарап кеткен. Содан кейін басқа пәтерге барған оларда. Түсінікті. Осылай кеп тұрады, анда-санда, иә, үйреніп қалғанбыз. Жақсы, аман болыңыз. Жақсы. Алло, Асқар Асқатұлы. Иә, бәрін тексердік. Пәтерде ешкім жоқ. Тек 1989 жылы туылған Дастан Мырзагереев қана бар. Жалғыз тұрады. Пәтерді қарап шықтық, ешқандай күдікті ештеңе байқалмады. Рахмет, капитан. Жедел атқардыңдар. Сонда да мұнда бір гәп бар сияқты. Неменеге келдің? Не бүлдіргеніңді түсіндің бе өзі? Істемеген жерім жоқ. Түннен мен істедім. Істемеген жерім жоқ. Сая үйде жоқ. Бөлмесінде де жоқ. Естімірсің. Жоқ болып кетті. Бәрі сенің кесір. Сенің өтірігің үшін біздің намысымызды жерге таптадың. Мен сені ешқашан кешірмеймін. Сен де сенің отбасың емеспіз. Сая мен Аружан енді сенің қыздарың емес. Жек көрем сен. Кетте қайта оралма. Соны қалап едің ғой, иә? Енді бос. Бар. Білгеніңді істе. Маған не істесең де өзің біл. Бірақ менің балаларымнан айырма. Қыздарыңның өзің айырылдың. Олар есейген. Өздері таңдайды. Ал мен олар үшін бәріне барам. Ол демен қызымды қайтар. Барда тап Саяны жоғал. Кет! Өйтпесе өзіме жауап бермеймін. Білдің ба?
Сейіт, бар, тірі болсын деп тіле. Егер олай болмаса, қызымды өлтірген сен боласың. Әкеммен жаңа ғана сөйлестім. Әкем өтінішімен Дастанның үйіне учаскелік полицейлер барды. Үйге кірді, бірақ Саян ізде жоқ. Бүкіл үйді аралады, көршілерден сұрады, бірақ Саянын ешкім көрмеген. Алмас, енді не істейміз? Сая қайда болуы мүмкін? Бір кішкене болсын үміт бар еді, енді ол да жоқ. Оны қайдан іздейміз, а? Аружан, шынды айтсам білмеймін. Қолымыздан келген бәрін істедік, қарадық, тексердік. Бірақ полиция құр отырмайды ғой. Саян табамыз, уайымдамашы. Сонда да бұған Дастанның қатысы бар сияқты. Солай сезем. Бір күні үйге Саяның қолы көгеріп келді. Сол үшін екеуміз ұрсып та қалдық. Бірақ дәл сол сәтте оған Дастанмен араласуға тыйым салуым керек деп ойламаппын. Аяқым-ақ басым ая. Оны үйде қамап, үйден шығармауым керек еді. Адам танымайды екен. Қателесіп. Алмас, Сая Дастанның үйінде сол ұстап отыр. Тыныш. Бізге сабыр сақтап әрекет етпесек болмайды. Полицияға айтқан жөн. Саян денесінде соққы іздерін көргенде айту керек. Бұл өте маңызды. Қорқам. Саяға бір нәрсе болса мен қалай шыдайым? Аружан, уәде берем. Саян табамыз. Бірге табамыз. Жүргеттік. Басталды. Балам, қайда болдың? Апа, кеше менікі дұрыс болмады. Кешірші. Ештеңе етпейді. Сен де түсінуге болады. Бәрі қабаттасып кетті. Бәрі жақсы болады, балам. Сен тағы бір нәрсені білуім керек. Мен тойға несие алдым. Болды. Іс бітті. Несие? Тойға ма? Сен бір күндік қызық үшін 5 жыл ақша төлейсің бе? Өз мәселемді өзім шешім. Мен бәрі басқаша болар деп едім. Мен де, бірақ бірден солай істеу керек еді, бөтен адамдарды араластырмай. Олай деме. Әкең ғой. Олай болса, әкеммен жолығып танысуды басқаша бастау керек еді. Кешірші мені. Апа, сен де мені кешір. Өзімді бала сияқты ұстадым, ал мен ер жеттім, өстім. Саған ренжімеймін, қолынан келген барлығын істедім. Бірақ енді екеуміз бірге, бәрін бірге шеше аламыз деген үміттемін. Дастан Саян ұрып соққан. Ұрып соққан дейді? Бұл туралы өзім кеше ғана білдім. Аружан Саян сол ұстап отыр деп күдіктенеді. Майя Азаматпен кешке кездесетінін растады. Сая бірдеңеге куә болып қалып, тұтқынға алынса ше? Майя деген кім? Ол туралы не білеміз? Ерболға жиһаз зауытында жұмыс істейтін айтқан. Сен пәтерге айырбастап жүрген қираған зауыт па? Әке, пәтерге ақшаны өзін табам. Маған жақсы сабақ болды. Ол жақ шешіле жатар, ары қарай. Толық аты жөні Майя Айтжанова. Азаматпен солай танысқан. Неге өзін солай таныстырды деп ойлайсың? Әлде шын аты емес деген күдік бар ма? Ол жағын білмеймін әке, бірақ зауыт фикция болып шықты. Аты жалған болуы мүмкін ғой. Жақсы, Майя Айтжанова, ол туралы барлық мәліметті өзім жинаймын. Әлеуметтік желі, қоңырау, оның сауалнамалары. Әрине, егер бір жерде көзге түсіп қалса. Тағы бір нәрсе, Азаматпен сөйлесу керек. Кімді біледі, бәрін анықтаған жөн. Кездесу алдында оған нұсқау беру қажет. Жарайды әке, барлығымен сөйлесіп келісіп қоямын. Егерде Дастан шынымен қорқытып, күшпен ұстап отырып,
оған қолын көтеретін болса, біз жайбарақат жүре алмаймыз, әке. Бұл Аружанға да, маған да өте маңызды. Әрине, балам. Рахмет, әке. Алмас. Таныс қой. Әкем. Әке, мына жігіт Азамат деген Азамат. Кел, отыра ғой. Бәрін басынан бастап, Мая жайлы не білесің, толық айтып бере ғой. Тіпті неден бастарын білмей тұрған. Екеуміз Арбатта кездейсоқ таныстық. Ол жылап інісінің жаман жігіттермен байланысқанын, енді оларға көп ақша қарыз екенін айтты. Інісін өз көзімен көрдің бе? Жоқ, көрмедім. Біраз уақыт ақшалай көмектестім. Сосын өзіме ақша керек болды. Мая көмектесті ме саған? Жұмыс ұсынды. Есірткі таратасың ба деді. Бас тартып ем, көңілге түсіп кетті. Сосын есірткі таратуға үгіттеді. Інім оңалтуда жатыр деді. Бірақ айтқанның бәрі өтірік болса ше? Өтірік сияқты. Бүгін тақтаға қарадым. Оның портреті өлтір екен. Сосын есім алып салған сурет онша дәл емес екенін байқадым. Мен алғашқы кездесуде оның суретін салғам. Соны тауып алдым. Қас. Міне. Жақсы фотопортрет екен. Қайдан алдыңыз? Әлия Есенованың біздің штабтағы фотопортретінен әлдеқайда жақсы. Әлия Есенова? Не, сіз оны танисыз ба? Иә, танимын. Әлия Есенова ма? Менімен Мая деп танысқан. Бұл фотопортрет емес, мен салғам. Иә, бұл Әлия Есенова. Атақты рецидивист. Бауыры бар. Қылмыс әлемінде өте танымал. Қазір қатаң тәртіптегі колонияда отыр. Қалай? Демек осы уақытқа дейін мені алдап жүрген. Бірақ не үшін? Азамат, сен не үшін алдағанын әлі түсінген жоқсың ба? Олардың кәсібі қандай? Әртүрлі. Бауыры кісі өлтірген. Ұйымдасқан қылмыс тобын құрған. Алаяқтықпен айналысқан. Және заңсыз риэлторлармен шатысы болған. Жақсы жұмыс, балам. Азамат, енді дайындыққа көшейік. Егер расымен де учаскелік полицейлер келсе, қалай ойлайсың? Біздің іске қатысты болуы мүмкін бе? Біреу шулады деп шағымданыпты. Келіп тексеріп кетті. Әлде біз таңдап жүрген жоқ па? Білмеймін. Болмаса Азамат туралы бірдеңе білулері мүмкін. Олай бола қоймас. Егер Азамат жайлы бірдеңе білсе, бізді кісен деп алып кетер еді ғой? Полиция тірлігімізді білмей қалды дейсің ғой. Соны айтып тұрмын ғой. Ешкім хаттама толтырған жоқ. Ешкімді шақырған жоқ. Демек, оған байланысты емес. Сосын учаскелік полицейлер жай тексеріп жүру мүмкін ғой? Бопты. Жай тексеріп кетті деп санайды, Әлде қалай ойлайсың? Бас тартайық па? Кім тәуекел етпейді? Өзің білесің. Оның үстіне саямен бірдеңе істеу керек. Бәрі біткен соң елден кететін ақша керек бізге. Негізі ол Мая емес, шын мәнінде Әлия Есенова болып шықты. Алмас, мен Азамат үшін қорқам. Енді артқа жол жоқ. Азамат осылай жігіт емес, қолынан келеді. Уайымдамашы. Оның үстіне ол жалғыз емес. Қазір қасында қаншама полиция қызметкері бар. Егер Дастан мен Жомарттың арасына байланыс болмаса, біз бір қылмыскерді ұстаймыз, ал екіншісі қашып кетеді. Келсем.
бірақ тінту жүргізуге себеп болады. Оның үстіне Дастан да шындықты айтып беруі мүмкін. Екеуінің арасында байланыс болса, Азаматтың ұсынысынан кейін Жомарт осының бәрінен хабардар ма, әлде Дастан жалғыз ұйымдастырып жүр ме? Мен де сонда ойлап тұрмын. Егер шынымен де солай болса, онда жағдай біз ойлағаннан да қауіпті. Ал егер олай болмаса, біздің жеңіске жетуге мүмкіндігіміз көп. Әрекет ету керек, дұрыс айтасың. Қанша қорқынышты болса да қарап отыруға болмайды. Азаматтың шамасы жетеді. Ербол, біз енді бір командамыз. Соны ұмытпа. Кіруге рұқсат ет. Келіңіз. Отырыңыз. Олармен сөйлестік. Абақтыда отырғандарын бізге айтқаны мынау. Алия Есенова. Қала сыртында жалғыз саяжай бар. Басында басқа ештеңе жоқ. Дәл осы жерде қызды ұстап отыру мүмкін. Біздің дерегімше, Алияны соңғы рет бір ай бұрын осы жерде көрген. Қызың жоғалғанда 2-ақ күн болды. Бірақ тергеуді бастау керек. Сақ қимылдаймыз. Егер бұл расталса, онда бұл бірнеше мәселенің басын ашады. Саяның жоғалуы, пәтерге қатысты алаяқтық және есірткі қатысты афера. Онда кетуге рұқсат етіңіз. Рұқсат. Таза! Контакт бар осында. Тиздеңдер! Қорқма, біз полицияны қорқма, Сая. Кімсіңдер? Сая, қауіп-қатер жоқ, қорқпа, бәрі бітті. Таптық, қабылдаңдар. Дәрігер көмегі қажет. Аржан, мен ғой. Саян таптық. Саяжайда екен. Полицейлер босатты. Бәрі жақсы, аман сен, тірі. Бәріне алғыс айтам. Шыда. Бәрі жақсы болады. Дәрігерлер қауіп жоқ деді. Қызым мен. Балапаным мен. Сені іздемеген жеріміз қалмады. Біз енді сені ешқайда жібермейміз. Аржан, алтыным сол сен болмағанда. Құдайға шүкір. Жігіттер болмағанда таба алмас ек. Апа, о жаным. Сізді қатты жақсы көрем. Әкем қайда? Қасымда болса ғой. Сая. Енді бәрін аяғына дейін жеткізуіміз керек. Ербол, Алмас азаматтарға Дастанды ұстауға кедергі келтірмеуіміз керек. Түсіндің бе? Жеттім ау. Күшіктер. Жомарт көке. Ербол, мұқият тыңда. Дәрігерлер соңғы қорытындысын беріп, меруерт
меруерттің жағдайы өте нашар. Қолдау терапиясын тоқтату қажет.